Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөйлеу мәдениетіне үйренемін. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбын және негізгі ойын анықтайсыңдар. Түрлі жағдаяттағы қатысымдық әрекеттерде өз сөздеріңді жүйелі түрде жоспарлап, сөйлеу мәдениетін сақтап сөйлейсіңдер. Балалар, суреттерде не бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар, біздің әсем табиғатымыз бейнеленген. Бұл қоршаған орта. Өзімізге керектінің барлығын табиғаттан аламыз. Бірақ қазіргі кезде табиғат қорлары азайып бара жатыр. Ағаштар кесіліп, өзен, көлдеріміз тартылып, ауа ластануда. Оқитын мысалымыз осы жайында болмақ. Бірге түсініп оқиық. Жер тауға шағымданды. Менің үстімде не болып жатыр, білемісің? Адамдар аяуды қойды. Бетімді бей-берекет айғыздап бітті. Тұқымдары құрып біткен аң құстарым мынау. Сұлап жатқан теректерім мынау. Өзендерім суалды, теңіздерім құрғады. Енді менде не қасиет қалды? Жердің көз жасы мөлтілдеп шық болып түсті. Жер жылап жатты. Мен қайтейін, деді тау күңіреніп. Бәрін де көріп тұрмын, бірақ қолымнан не келеді? Өзімнің де халім мүшкіл. Тау күрсінді. Балалар, мәтіндегі жұлдызшамен берілген сөздердің мағынасын оқулығымыздың соңғы бетіндегі сөздіктен қарайық. Қане, бірге оқиық. Шық, салқын күндері шөп басына тұрып қалатын мөлтілдеген тамшы су. Хал, тап болған жағдай, жай, күй. Естеріңе сақтап алыңдар. Балалар, мысалдағы негізгі ой қандай? Мысалдағы негізгі ой табиғатты ластауға жол бермеу. Мәтіндегі шағымданды, құрғады сөздерін қандай сөздермен алмастыруға болады? Шағымданды сөзін арызданды сөзімен, ал құрғады сөзін тартылды сөзімен алмастыруға болады. Балалар, мысалды ары қарай жалғастырып көріңдерші. Ол үшін үшінші кейіпкер адамды қосып, ол туралы айтылған ой бөлігінде кешірім сұрау сөздерін қолданыңдар. Балалар, қолдарынан келді ме? Қане, өз жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Жер ана бізге мекен болды. Ол өзінің құшағын ашып, барлық байлықтарымен бөлісті. Бірақ біз көп қателік жасадық. Адамзат баласы жіберген қателіктер үшін жер ана өзіңнен кешірім сұраймыз. Балалар, өзіміздің қателіктерімізді түзеу ешқашан кеш емес. Табиғатты қорғау бәріміздің парызымыз. Өз парызымызды дұрыс орындайық. Мәтінді оқыңдар. Ағасы Мирас пен Әлімге алма үлестірді. Мирас, рахмет. Ағасы, оқасы жоқ. Ал Әлім үндемеген қалпында тұра берді. Мирас, Әлім, сен неге рахмет айтпайсың? Әлім, ағам оқасы жоқ деді ғой. Балалар, бұл мәтінге қандай ат қояр едіңдер? Менің нұсқам әдептілік. Оқасы жоқ сөзінің мағынасын білесіңдер ме? Бұл сөздің мағынасы ештеңе етпейді дегенді білдіреді. Егер сендерге біреу алғыс айтса, сыпайылық танытып, оқасы жоқ деп жауап беру керек. Балалар, Әлімнің жауабымен сендер келісесіңдер ме? Егер келіспесеңдер, төмендегі сөйлемді толықтырыңдар. Кешіріңіздер, мен Әліммен келіспеймін. Өйткені... Балалар, қане, жауаптарында бірге салыстырып көріңдер. Кешіріңіздер, мен Әліммен келіспеймін. Өйткені Әлімнің іс-әрекеті дұрыс емес. Әркез алғыс айтуды ұмытпаған жөн. Балалар, сендер де алғыс айтуды ұмытпайсыңдар ғой? Үшінші сынып оқушыларынан журналист әдептілік не деп сұрақ қойды. Сонда балалардың жауаптары. Сәкен, адамның әдептілігі асықпай, анық, әдемі сөйлеген сөзінен көрінеді. Марғұлан, әдептілік менің ойымша әдепті қылықтар мен әдеттер, үлкендерге жол немесе орын беру. Әселдің жауабы, әдептілік бұл сиқырлы сөздер. Оған мархабат, кешір, рахмет сөздері жатады. Назираның жауабы,
Ең бастысы бір-бірімізге жылы көзқараспен, әдепті қимылмен күлімсіреп қарау. Сөйлеушінің көзіне, бет құбылысына мұқият назар аудару әдептіліктің негізгі белгілері. Маржанның жауабы: әдептілік меніңше кез келген жақсы іс-әрекет. Кішілерге қамқор болу, үлкендерге көмектесу. Балалар, кімнің жауабы сендерге көбірек ұнады? Өздерің де бұл сұраққа жауап беріңдерші. Әдептілік дегеніміз не? Өз жауаптарыңды жазып, жұмыстарыңды ұстаздарыңа тексертіп алыңдар. Балалар, қазір сендердің тапқырлықтарыңды тексергім келеді. Берілген мақалдардың жалғасын табыңдар. Әдептіліктің белгісі иіліп сәлем бергені. Аға әдепті болса, іні әдепті. Апа әдепті болса, сіңілі әдепті. Әдептілік ар-ұят, адамдықтың белгісі. Әдепті бала, әдемі бала. Балалар, бұл мақалдарды естеріңе сақтаңдар. Балалар, қазір сендердің әдептілік деңгейлеріңді тексеріп көрейікші. Ол үшін төмендегі сұрақтарға «я», «кейде», «жоқ» деп жауап беріңдер. Соңында ұпайлар беріледі. Көршілеріңмен үнемі амандасасың ба? Тамақ ішіп болғаннан кейін анаңа алғысыңды білдіресің бе? Сабаққа кешіккен жағдайда мұғалімнен кешірім сұрайсың ба? Абайсызда біреуді қағып кетсең, одан кешірім сұрайсың ба? Қиын есепті шығаруға көмектескен үлкендерге рахмет айтасың ба? Бір нәрсеге келіспеген жағдайда дауысыңды көтермей, бір қалыпты сөйлейсің бе? 8 наурыз мерекесімен анаңды, әжеңді, әпкеңді құттықтайсың ба? Ұйықтар алдында үйдегілерге қайырлы түн деп айтасың ба? Ал енді балалар, өз ұпайларымызды есептейік. Егер «я» деп жауап берсеңдер, 2 ұпай. «Кейде» деп жауап берсеңдер, 1 ұпай. «Жоқ» деп жауап бергенге ұпай жоқ. Қанша ұпай жинадыңдар? Егер 12-ден 16 ұпайға дейін жинасаңдар, сендер өте әдепті баласыңдар. Егер 8-ден 11 ұпайға дейін жинасаңдар, сендер үнемі әдепті бала бола бермейсіңдер. Егер ұпайларың 8-ге дейін болса, сендер әдепті болуға ұмтылуларың керек. Балалар, бүгінгі сабақта түрлі жағдаяттағы қатысымдық әрекеттерде өз сөздеріңді жүйелі түрде жоспарлап, сөйлеу мәдениетін сақтап сөйледіңдер. Мәтіннің тақырыбын және негізгі ойын анықтадыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.